Әйелі бар еркек маған не үшін 101 роза сыйлады? Не үшін сыйлағанын өзім де сол күйі білмей кеттім, шыны керек. 101 роза ма, 51 роза ма, короче, курьер алып келген кезде мен көтере алмадым. Қыздар көтере алмайтын ауыртпашылық деген сондай екен ғой, оказывается. Оқиғаның қалай басталғанын сендерге де қызық болып тұр ма? Өзіме де қызық болып тұр. Короче, былтыр Инстаграмда маған бір кісі жазады. Профиліне кіріп қарасам, только өзінің суреттері. Енді мен астыңғы жағын тексеріп қараған жоқпын. Дедім да, оған жауап берем. Сөйтсем, ол менің съемам екен да, Қаратаудың адамы, бірақ қазір Астанада тұрамын деп айтты да, бірақ мен ол кісіні в жизни көрген емеспін. Оған дайректте ответ қайтарған соң ол жігіт ойлап қалды, шанс бар деп. Реально мен басында білген жоқпын, оның әйелі бар екенін. Ол маған Инстаграмда талмай каждый сторисіме ответ қайтаратын болды да, комплименттер жаудырып отыр ғой. Ол маған не әңгіме айтқанын айтайын ба? Мен оның әйелі бар екенін білмеймін әлі. Құлаққа лапшаны іліп, типичный женатиктеріне айтатын әңгімесін айтып жатыр ғой. Еще айтады ғой, мен саған туда-обратно самолетқа билетімді алып берейін, жататын орынды төлеп берейін, сен Астанаға 2-3 күнге қыдырып келіп қайтсай дейді ғой. Мәш қой дедім, короче, менің сенен де басқа тірліктерім мына жақта жетіп жатыр. Сөйтіп бір кезде мынау сонша кім деп профиліне кіріп қарасам, астыңғы жағында бір фото бар екен де, әйелімен түскен. Ол кісіге менің жауабым былай болды: маған құртқың келіп тұрған ақшаны лучше әйеліңе құртшы. Әйеліңді массажға апар, салонға апар, киім алып бер, оны қыдыр, балаң болса балаңа құрт деп жатырмын да. Айтады ғой, менің әйелімде бәрі бар, ол ештеңеден таршылық көріп жатқан жоқ дейді ғой. Мә, сондай адамдар не деген бір андай мерзкий адам боласыңдар. Так, қыздар, осы оқиғада менің түйген ойым, сендер өздеріңе қандай жолды ашасыңдар, сондай адамдар сендерге тартылатын болады. Андай қыздар болады, тек қана женатик адамдар, үйленіп жасқан кісілер жасатын қыздар болады. Ондай қыздардың өздері возмущаться етеді, жету, неге маған сондай кісілер ғана жолға береді деген сияқты. Сендер сондай жолды жауып, сендер акценттеріңді басқа жаққа қарай бұрмайынша, сендерге сондай адамдар жаза беретін болады. Менде, мысалы, осы женатик кісіге ответ қайтарып қалып едім, одан кейін маған тағы бір үйленіп ажырасқан кісі жазды. Одан кейін тағы бір әйелі бар, 2 баласы бар кісі жазды. Сосын мен Құдайға айттым, так, стоп, бұл мен қалаған жол емес дедім.